Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы қорытындылау. Бүгінгі сабақта бөлшектер туралы біліміңді қорытындылайсың. Бірінші тапсырма. Тапсырманы орындап, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген жануарды ата. Қараңыздар, бізге жауаптар берілген әріптер және тапсырма. Яғни тапсырманың жауабы қай әріпке сәйкес болса, соны таңдаймыз. Бірінші, қосуды орында. 7-ден 1 қосу 7-ден 5. Неше болады? Яғни алымдарын қосамыз 1 мен 5-ті 6, сонда 7-ден 6. Бірінші әріп А. Келесі, азайтуды орында. 16-дан 19, азайту 16-дан 11. 19-дан 11-ді азайтамыз 8. 16-дан 8. Қ. Келесі, бөлімі 7 болатын дұрыс бөлшекті тап. Яғни дұрыс бөлшекті тап дейді. 27-ден 5 әрине, дұрыс айтасыздар. Б. Келесі, бөлімі 16 болатын бұрыс бөлшекті көрсет. Ол бізде Ө. 16-дан 17. 17 қаптың 12-сінде картоп бар. Картоп салынған қап барлық қаптың қандай бөлігін құрайды? 12-сінде картоп бар дейді. Көрдіңіздер ме? Сонда қайсысы болады? 17-ден 12. Келесі, бөлшектердің қайсысы бірге тең дейді? 17-ден 17. Е. Қосуды орында. 3,27-ден 11 қосу 2,27-ден 2. Бүтінді бүтінге қосамыз. 3-ті 2-ге 5,27-ден 3. Н. Сонда бізде қандай сөз шықты? Ақбөкен. Яғни Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген жануар ол ақбөкен. Келесі екінші тапсырманың астына қарайық. Ұзындық шамасын сантиметрмен анықта және оларды кему ретімен орналастыр. Яғни мен сіздерге бірден кему ретімен көрсетіп тұрмын. 10-нан 7 метр дегеніміз 70 сантиметр, 4-тен 1 метр 25 сантиметр, 20-дан 3 метр 15 сантиметр, 25-тен 2 метр 8 сантиметр, 5-тен 2 дециметр, тен болады 4 сантиметр, 10-нан 1 дециметр 1 сантиметрге тең екен. Сонда өсу ретімен орналастыр. 70, 25, 15, 8, 4, 1. Енді ә тапсырмасына қарайық. Есепті шығар. Бірінші күні жер телімінің 7-ден 2 бөлігіне, екінші күні 7-ден 3 бөлігіне картоп отырғызылды. Осы 2 күн ішінде жер телімінің қандай бөлігіне картоп отырғызылды? Яғни 2 бөлікті не істейміз? Бір-біріне қосамыз. 7-ден 2 қосу 7-ден 3 болады. Бөлімі өзгеріссіз қалады. 7 себебі екеуінде де. Алымдарын бір-біріне қосамыз. 2-ні 3-ке қоссақ 5-тен болады. 7-ден 5. Жауабы 7-ден 5 бөлігіне картоп отырғызылды. Келесі үшінші тапсырма. Бірлік кесінді ретінде 5 торкөзді алып, сан сәулесін сыз. Оған 1,5-тен 2 санын белгіле. Енді қараңыздар, міне мен 5 торкөзден бөлдім. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл бір бөлік. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 1, 5-ке бөлінген бір бөлік. Бұл 1 бүтін бұл болады. 1 бүтін бізге қанша керек? 5-тен 2. Міне 1 бүтін 5-тен 2 бөлікті көрсетеміз. Екіншісін қарайық. Екіншісінде бізде бірлік кесінді ретінде 12 торкөзді алып, сан сәулесін сыз. Енді бұл жерде 12 торкөз аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне 12 торкөз алынды. Енді айтады, оған келесі сандарды белгіле. 12-ден 5. Міне 1, 2, 3, 4, 5. 12-ден 5-ті көрсетеміз. 12-ден 9, 6, 7, 8, 9. Және 1,12-ден 2. Енді бұл 12 бөлік, бұл өзі 1 бүтін болып саналады. Және бізге 12-ден 2, міне 2 бөлігін. Сонда 1,12-ден 2 бөлікті көрсетеміз. Келесі тапсырма номер 4. Есепте. 7-ден 2 қосу 7-ден 4, азайтылған 7-ден 5.
Бірінші 2 мен 4-ті қосамыз, 6, 6-тан 5-ті азайтамыз, сонда 7-ден 1. Келесі 12-ден 5, қосу 12-ден 3, қосу 12-ден 3. 5-ті 3-ке қосамыз, 8, 8-ді 3-ке қосамыз, 11. Тең болады 12-ден 11. 16-дан 3, қосу, жақшаның ішінде 16-дан 5, азайту 16-дан 3, жақшаны жабамыз, тең болады. 16-дан 5 пен, яғни 3-ті азайтамыз, 16-тан 2 болады, 16-тан 3 қосу 16-тан 2, 16-дан 5-ке тең екен. Келесі тапсырма, 5-ші тапсырма. Қарай, қоянға массасы 20-дан 4 килограмм сәбіз бен массасы 300 грамм орам жапырақ дайындалды. Қоянға арналған көкөністің массасы қандай? Ол үшін бізге 20-дан 4 килограмм дегеніміз неше грамм екен табу керекпіз. 20-дан 4 дейді. Біз білеміз, 1 килограммда 1000 грамм бар. Енді 1000 граммды 20-ға бөлеміз. Ол бізде қанша? 50. Енді соның 4 бөлігі деп тұр. 50-ді 4-ке көбейтсек 200. Сонда 20-дан 4 килограмм дегеніміз ол 200 грамм. Сонда 200 грамм сәбіз бен массасы 300 грамм орам жапырақ дайындалды. Екеуін бір-бірінен қосамыз. 200 грамм қосу 300 грамм тең болады 500 грамм. Жауабы қоянға арналған көкөністің салмағы 500 грамм. Келесі 6-шы тапсырма. Саяжайда демалып жүрген Арман электропойызбен келетін әкесін қарсы алмақ болды. Әкесі пойыздан түскен сәтте Арман велосипедпен станцияға қарай шықты. Әкесі 50 метр минут жылдамдықпен жүрді. Арманның жылдамдығы 200 метр минутына. Саяжай мен станцияның ара қашықтығы 4 километр. Арман әкесімен қанша минуттан кейін кездеседі? Енді қарайық, не істейміз? Бірінші біз жақындау жылдамдығын табамыз. Яғни біреуі 200 метр минутына, біреуі 50 метр минутына. Екеуін қосамыз 250 метр минутына. Енді ара қашықтықтың жақындау жылдамдығына бөлеміз. Енді бізде саяжай мен станцияның ара қашықтығы 4 километр дейді. Біз оны метрге айналдырып аламыз. 4 километр дегеніміз 4000 метр. Ендеше 4000-ді бөлеміз 250-ге, жақындау жылдамдығына бөлеміз. Тең болады 16 минут. Жауабы Арман 16 минуттан кейін әкесімен кездеседі. Келесі 7-ші тапсырма. Графикте автокөліктің қозғалысы көрсетілген. Сұрақтарға жауап бер. Міне сіздерге графикка берілген. Уақыты, жылдамдығы, барлық ара қашықтығы тұр. Енді сол арқылы біз сіздермен сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Автокөліктің қозғалыс жылдамдығы қандай? 80 км сағат. Оны қайдан білдік? Қарайық. Міне, сағат 9-дан 10-ға дейін, яғни 10-ға дейін қарасақ, не ол 80-нен 160-қа дейін барды. 160-тан 80 азайтсақ 80 км сағат. Келесінде дәл солай қарауға болады. Сонда автокөліктің қозғалыс жылдамдығы 80 км сағат. Келесі, аялдамаға дейін ол қандай ара қашықтықты жүріп өтті дейді. Енді қарайық. Ол 240 км-ді өткен екен. Аялдау қанша уақытқа созылды? Аялдау дегеніміз не мынау? Яғни 11-ден 12-ге дейін 1 сағат екен. Автокөлік қанша сағат жолда болды? Енді көрейік. Яғни ол бізде 9-дан бастап нешеге дейін? Сағат 1-ге дейін болған екен. 4 сағат болған екен. Келесі, ол қандай ара қашықтықты жүріп өтті? Яғни жалпы ара қашықтық бізде қанша? 320 км екен. Келесі 8-ші тапсырма. Теңдей бөліктерге бөлінген тік төртбұрыштардың көмегімен бөлшектерді салыстыр. Міне сіздерге 8-ден 1 дейді. Міне қараңыздар, бөлшектер берілген. Тік төртбұрыш сол бөлінген. 8-ден 1, 8-ден 3, 8-ден 6 және 8-ден 3. Енді осыларды дейді салыстырыңыздар бөлшектердің. 8-ден 1 мен 8-ден 3-ті салыстырсақ, 8-ден 3 бізде артық. 8-ден 3 пен 8-ден 6-ны салыстырсақ, 8-ден 6 артық. Келесі әсіндеді дәл солай. Бұнда енді бізде берілген тік төртбұрыш теңдей неше бөлікке? 10 бөлікке бөлінген не? Енді қарай, 10-нан 4, 10-нан 3, 10-нан 6, 10-нан 4. Енді салыстырайық. 10-нан 4 пен 10-нан 3-ті салыстырсақ, 10-нан 4 артық. Екіншісінде 10-нан 4 пен 10-нан 6-ны салыстырсақ, 10-нан 6
артық. Енді соңғы тапсырма, 9-шы тапсырма. Жеміс бағында 56 ағаш өсіп тұр. Алмұртқа қарағанда алма ағаш 3 есе артық. Бақшада қанша алмұрт ағашы бар? Енді оқушылар, біз бұл есепті теңдеу құралы арқылы шығарайық қанекей. Енді қараңыз, алмұрт дегеніміз X, алма ағаш X, бірақ 3 есе артық дейді. Көрдіңіздер ме? Тең болады нешеге? 56-ға. Ендеше құрамыз теңдеуімізді. X қосу 3X тең болады 56. X пен 3X'ті қосақ 4X. 4X тең болады 56. X тең болады 56-ны 4-ке бөлеміз. X тең болады 14. Сонда көрдіңіз, X тең 14-ке бізге. Енді 14 дегеніміз ол бізде алмұрт X себебі ол. Ал алма ағашы ол 3X. Ендеше 14-ті 3-ке көбейтеміз, тең болады 42. Сонымен жауабы алмұрт 14, ал алма ағашы бізде 42. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.